Бүгін біз іргердің ең соңғы тапсырмасын қарастырамыз. Ол потенциалдық диаграмма. Потенциалдық диаграммада біз ең сыртқы контурға потенциалдар мен кедергілер көмегі арқылы диаграмма тұрғызамыз. Ол үшін бірінші схема құрып аласыңдар. Схеманы сызбаласыңдар. Онда берілген схеманың ең сыртқы контурын жазып шығамыз. Ондағы түйіндерді сол күйі қалдырамыз және тоқтардың бағыттарында сол бұрынғы күйінде қалдырамыз. Енді потенциалдық диаграмма құру үшін біз кез келген бір түйінді аламыз да жерге қосамыз. Мысалы, мен жағдайымда D түйінін жерге қостым. Жерге қосқан түйіннің потенциалы 0-ға тең болады. Ары қарай осы потенциалдық диаграммада әрбір түйіндегі потенциалды анықтау үшін біз қосымша түйіндер қойып шығамыз. Яғни екі түйін арасында бір ғана элемент болуы керек. Мысалы, А мен Б түйіннің арасында бір ғана кедергі тұр. Яғни біз мұнда қосымша түйін қоймаймыз. Б мен Д-ның арасында екі элемент тұр. Бір кедергі, бір электр қозғаушы күш. Екеуінің арасына қосымша Е деген түйінді қоясыңдар. Сонда Б мен Е-ның арасында бір кедергі, Е мен Д-ның арасында бір электр қозғаушы күш. D мен A-ның арасында екі элемент тұр. Яғни екеуінің ортасына қосымша тағы да бір F деген түйінді қоямыз. Сонда бізде шарт орындалады. Барлық түйіндердің арасына бір элементтен ғана қойып шықтық. Енді осы әр элементтің өзінің бағыты бар, электр қозғаушы күштің бағыты бар, кедергінің тоқтарының бағыты бар. Соларға плюс-минус полюстарын қойып шығамыз. Яғни егер сендер кедергіні қарастырып отырсаңдар, олардың тоқтарын қараймыз. Тоғымыз жоғары потенциалдан төмен потенциалға қарай бағытталады. Яғни плюстан минусқа қарай бағытталады. Тоқтың барлығына плюстан минусқа қарай деп бағытына қарайсыңдар. Бағытына оң теріс деген таңбаға қоясыңдар. Мысалы, R3-те тоже тоғымыз оңға бағытталған, яғни жоғары жақтан плюстан төмен қарай бағытталып тұр деген сөз. Электр қозғаушы күштеріміз керісінше болады. Минустан плюсқа қарай бағытталады. Себебі олар бізде электр энергиясын өндіреді деп ұйғарамыз. Сонда минустан плюсқа қарай. Осылай біз бағыттарды қойып шыққаннан кейін сағат тілі мен контурдың бойындағы потенциалдарды қазір сағат тілінің бойымен анықтап шығамыз. Қайсы түйінді жерге қостық, сол түйіннен бастаймыз. Бірінші фиді, яғни фидіні 0-ға теңестірдік, себебі оның потенциалы, себебі оның жерге қосып сондықтан потенциалы 0-ға тең. Д-дан кейін сағат тілмен қарасақ келесі түйін F болады. Яғни бізге F-ті табу керек. Оны табу үшін біздер потенциалдар айырмасын жазуымыз керек. Потенциалдар айырмасы, яғни оң потенциалдан теріс потенциалды алып тастаймыз. Енді F оң потенциалма, D оң потенциалма анықтау үшін арасында тұрған элементтің плюс-минусына қарайсыңдар. Элементтің плюс жағында қайсы түйін жатыр, оның потенциалын оң деп аласыңдар. Минус жағында қай түйін жатыр, оның потенциалын теріс деп аласыңдар. Сонда F-тің потенциалы оң болады, D-ның потенциалы теріс болады. Электр қозғаушы күштің бағытына сәйкес. Сонда F-тан фидін алып тастайсыңдар. Потенциалдар айырмасы осы екі түйіннің арасындағы кернеуге тең болады. Бұл екі түйіннің арасында электр қозғаушы күш, значит, біз соған теңестір қоямыз. Енді осы формуладан сендер Фи-Ф-ті алып шығасыңдар. Өрнектеп, Фи-Ф деген Е6 плюс Фиді. Фидінің мәні 0-ға тең, Е6-ны берілгеннен аласыңдар, сонда Фи-Ф-тің мәні шыға келеді. Фи-Ф-ті таптық. F-тан кейінгі түйін А. Бұнда да біз екі потенциалдың айырмасын анықтауымыз керек. Қай потенциал плюс қай потенциал минус екенін анықтау үшін осы F пен A-ның арасындағы кедергіге қараймыз. Кедергінің тоғының бағытына сәйкес плюс-минус қойылды. Плюс жақта F тұр, минус жақта A тұр. Яғни F-тан A-ны алып тастаймыз. Фи-F минус Фи-A тең болады. Осы екі түйіннің арасындағы кедергінің кернеу түсуіне, яғни кедергінің кернеуін R6 көбейту I6 деп жазамыз. Осы жерден I-дің мәні бар, біз оны екі әдіспен шығардық. Контурлы тоқтар әдісі және түйіндік потенциалдар әдісі. Солардың бірінен I-дің мәнін ала саламыз да, осы жерге қойып, Фи-А-ны өрнектеп алып шығамыз. Фи-А-дан кейін келесі түйін Фи-Б-ны табуымыз керек. Екеуінің арасында R1 деген кедергі, оның тоғына сәйкес плюс-минус қойылды, плюс жақта А тұр,
минус жақта b тұр. Яғни фи адан алып тастаймыз фи b-ны. Фи адан алдық фи b-ны. Оны теңестіреміз осы екі түйіннің арасындағы кедергінің кернеуіне. Ол i1 көбейту r1. Осы жерден фи b-ны тауып аламыз. Өрнектеп фи а минус i1 көбейту r1 болады. Ары қарай b-дан кейін ені табамыз. Дәл осылай d-ға дейін анықтап шығамыз. Ең соңында мысалы e мен d-ны тапқан кезде плюс жақта d тұр, минус жақта e тұр. Яғни фи d-дан алып тастаймыз фи e-ні. Мына өрнекте. Ол тең болады осы екі түйіннің арасындағы электр қозғаушы күшке E3-ке. Осы жерден фи d-ны өрнектеп алып шығамыз. Ол E3 плюс фи E. Басында біз фи d-ны 0-ға теңестіргенбіз. Ең соңында фи d-ны қайтадан анықтаймыз. Сонда ол автоматты түрде 0-ға теңесіп шыға келу керек. Егер біздің анықтаған, осыған дейінгі әдістермен анықтаған тоқтарымыздың мәні дұрыс болатын болса, онда бізде мына жерде 0 шыға келеді. Осылай біз потенциалдық диаграмманың негізгі әр түйіндегі потенциалдарын анықтап алдық. Енді диаграмманың өзін құрамыз. Диаграмманы құру үшін біз бірінші осьтарын сызып аламыз. Y осін фи деп белгілейміз. X осін R деп белгілейміз. Енді осы жерге біз санақ басын қойып аламыз. 0 деп санақ басындағы потенциалды фи d деп белгілейміз. Яғни санақ басын фи d деп белгілейміз. Себебі қай нүктені біз жерге қосты, қай нүктенің потенциалы 0-ға тең, соны санақ басына қоямыз. Біздің мақсатымыз кедергілерді ескере отырып, әрбір түйіндегі филерді анықтап шығу. Ең бірінші фи d-ны салдық. Фи d-дан кейін есептегеніміз бойынша кете береміз. Фи f-ті есептегеніміз, фи f-ті саламыз. Жаңағы график суретімізге қарасақ, d мен f-тің арасында ешқандай кедергі жоқ, электр қозғаушы күш қана, сондықтан біз x осынан ешқандай шаманы өлшемейміз. Мысалы, фи f 5 вольтқа тең болды делік. Онда y осынан 5-ті масштаб бойынша тауып аламыз да, мына x осынан ештеңке өлшемейміз, себебі d мен f-тің арасында кедергі жоқ. Сол жерге нүкте қоямыз, оны фи f дейміз. Фи f-тан кейін фи a-ны анықтағамыз. F пен a-ның арасында кедергі R6 кедергісі болған. Яғни ол жерде біз енді x осынан кедергіні өлшеміз. Масштаб пен R6-ны өлшеп аламыз. Фи a-ның мәнін жазып аламыз. Ол минус 3-ке тең болды делік. Сонген мына y осынан минус 3-ті масштабпен тауып аламыз да, жаңағы R6-ны белгілеген нүктемен минус 3-ті бір-біріне проекциясына келіп қосамыз. Шыққан нүктені фи a деп белгілейміз. Фи a-дан кейін фи b-ны таптық. Фи a мен фи b-ның арасында R1 деген кедергі жатыр. Фи b-ның мәнін көшіріп алып келеміз, ол минус 5. Минус 5-ті мына санақ басынан төмен қарай өлшеп аламыз. Минус 5 деп. Мына x осынан R1 кедергісін өлшейміз. R1-ді санақ басынан қайттан бастамайсыңдар, қай жерден R6 тоқтады, сол жерден бастап масштабпен R1-ді өлшейсіңдер. Шыққан нүктемен бағанағы минус 5-ті бір-бірмен проекциялап әкеліп, сол нүктені тауып аламыз. Оны фи b деп белгілейміз. Фи b-дан кейін фи e-ні саламыз. B мен e-нің арасында R3 кедергісі болған. Фи b-ның мәнін жазып аламыз. Ол бізде жаңа фи a-ны салдық, е? R6 мен. Фи b-ны саламыз. Фи b-да бізде минус 5 болды. Минус 5 жаңағы R1-ді минус 5 пен түйістіреміз. Сонда бізде фи b пайда болады. Бұдан кейін е, дұрыс, бұдан кейін ені саламыз. Фи е бізде 7 болды делік. Санақ басынан 7-ні өлшеп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұ мен енің арасында R3 тұр. R3-тің мәнін жаңа R1 қай жерден тоқтады, сол жерден R3-ті өлшеп аламыз. Сол R3-тегі нүктемен 7-ні бір-біріне түйістіреміз. Шыққан нүктені фи е дейміз. Ары қарай е мен d арасында байланысты қарастырамыз. Е мен d-ның арасында ешқандай кедергі жоқ, сондықтан x осынан ешқандай кедергіні өлшемейміз. Сразу аламыз да бір-бірімен
жанагы d-ның мәні 0 болған, 0-ды қоямыз да бір-бірмен түйістіре саламыз, төмен сүре саламыз. Ешқандай жерден ешқандай кедергі өлшемейміз. Сонда бізде осындай бір диаграмма пайда болады. Бұл бізде потенциалдық диаграмма деп аталады.